Баланың болашақта жақсы азамат болып, жан-жақты тәрбиелі болуы отбасында берілетін тәрбиеге, оның ішінде әкенің тәрбиесіне байланысты. Бүгінде қаламызда орналасқан білім ошақтарында әкелер кеңесі ашылып тұрақты жұмыс істеп келеді. Мақсаты әкелердің бала тәрбиесіндегі рөлін арттыру. Аталған кеңестің кезекті жиналысы Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясында әкеге қарап ұл өсер тақырыбымен өтті. Аталған жиынға мектепшілік әкелер кеңесінің төрағасы Артық Тұрсынбеков, орынбасары Асқар Мұхамеджанов кеңес мүшелері мен 8-11 сынып аралығындағы ер балалар қатысты. Кеңестің күн тәртібінде балалардың құқық бұзушылығы мен нашар әдетке бой алдырмауы қаралып, баяндама оқылды. Әке иығына отбасының бар тағдыры мен тауқыметі жүктелген. Шаңырақтың материалдық базасын жасау, ұрпағының тәрбиелі, өнерлі, білімді болуына мүмкіндік туғызу, саяси көзқарасын қалыптастыру. Отанның адал перзенті болуға тәрбиелеу әкелердің басты міндеті. Әке әулет басшысы, отбасы мүшелерінің тірегі, асырап сақтаушысы, қамқоршысы. Отбасындағы бала тәрбиесінде әкенің орны ерекше. Әке үйі барлық балалар үшін үлкен үй, қара шаңырақ деген киелі ұғымдармен сыйлы да құрметті. Әке тәрбиесі арқылы ұл мен қыз балаларының өздеріне тән мінез құлықтарын ерекше сергітіппен қалыптастыратындығы да анық. Әкелер кеңесінің төрағасы Артық Тұрсынбеков мектептің ішкі және сыртқы ережелерімен қоса қаламызда кездесіп жатқан топтық төбелес, бұзақылық және құқық бұзушылық фактілерінің көбейіп кеткенін атап өтті. Ер балаларға жақсы тәрбие алып, тәртіпті, білімді болып, қазіргі кезде қоғамда орын алып жатқан түрлі әкімшілік құқық бұзушылықтардан сақ жүру керек екендігін айтты. Жаза басқан ер балалар мен оларға қолданылып жатқан жазалар, жасөспірімдер арасындағы орын алған қылмыстық фактілер жайында таныстырды. Сондай-ақ әкелер кеңесі төрағасының орынбасары Асқар Мұхамеджанов балаларға тәрбиемен қатар білім алу маңызды екендігін атап өтті. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 6 тілде сөйлейді. Қазақ жігіті. Қазақ ол да сендер сияқты. Бірақ 6 тілді біледі. Қайсыңыз қазір білесіздеріңіз? Бірақ қазақ тілін зорға білеміз, мысалы. Дұрыс па? Ол деген білім. Қазір президент болып отыр ол. Сол білімнің арқасында. Өздеріңізге де ойланатын жағдай ол негізі. Білім деген білім ешқашанда қайтып ала алмайсыңдар. Осы мектептен алған білімді басқа жерде бермейді сіздерге. Апайларыңыз, жаңа мұғалімдарыңыз қатал сөйлеп сіздерден талап етсе, сіздер соны үйренуге, кітаптарыңыз бар, көп қой қазір. Қосымша сабақтар бар, соларды қосып, білімдеріңізді дамытыңыздар. Жиын соңында директордың тәрбие жөніндегі орынбасары Гүлмира Балқыбекова әрбір баланың құқығы мен міндетін біле отырып, келеңсіз жағдайларды болдырмауға атсалысып, жасөспірімдердің өзін және қасындағы адамдардың жеке басын қадірлеп, құрметтеуге шақырды. Сара Кеңесбай, Сұңқар Бакиров, Арт ТВ жаңалықтары.